Сәлем достар, Чемпиондар лигасы қайта оралды. Жауапты ойындар, Чемпиондар лигасы. Және бұл кубокты мен Әлімжан Победоносныйға табыстаймын. Рахмет. Бұл кубоктың әнұрын айтып жүреміз онда. Әнұрын айтып жүреміз. Осы жерден тоқтасайық. Жеңдім енді. Осы жерде тұра берсін. Мәссаған, Әлеке, құтты болсын. Рахмет, Бекс, рахмет. Бірінші рет. Сәтті серияны тоқтаттың, енді әрі қарай дамыту керек болып тұр. Сол үшін Дидар Есеновті біз шақырдық. Рекардсмен Дидар Есенов. Қалайсыз? Мен бүгін ерекше ұстаныммен келген адаммын ғой бүгін. Болды андай риск тәуекелге бару анау мынау деген жоқ енді. Мен бүгін строго. Бүгін 2,5 деген коэффициент жинап келдіңіз. Вообще 2,5 емес енді, одан кішкене бір 3 есе көбірек. Сөйтсе 8 коэффициент деп тұрсады. 3 есе болса солай болып тұр ғой. Бірақ железо бетонмен көбірек. Жігіттер бізде Чемпиондар лигасы Реал Мадрид, РБ Лейпциг, сосын Реал Сосьедад пен ПСЖ арасындағы ойын бар, сосын тағы да жалпы Еуропа лигасының матчтарында таңдауға рұқсат бердік. Үшінші матч ретінде мен өзім Чемпиондар лигасының ойынын таңдадым. Мен оны кейінірек соңына қарай айтамыз. Ал видеоға лайк басып, пікірде комментарий жазыңыздар және ардаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Кеттік. Құрметті көрермен, Реал Мадрид РБ Лейпциг матчын бастайық. Жалпы бұл кездесу 6-шы наурыз күні өтеді. Басты матч десек те болады. Өте қызық. Енді Әлеке, өзіңіз Реал Мадридтің сарапшысы ретінде бастаңыз. Реал Мадридтің сүйікті сарапшысы ретінде. Жалпы білеміз ғой, Чемпиондар лигасы ол Реалдың турнирі екенін. Ол мен айтпаса кез келген адам біледі ғой. Және кешегі ойыннан кейін Валенсиямен ойынды білеміз, 2-0 есебімен ұтылып тұрып, Реал характерін қоссыздаған 3-2 ұтты ғой негізінде. Негізі ұтты, оны барлығы біледі, бірақ енді төрешінің шешімімен 2-2 болып қалды. Жігіттер өте ашулы қазір. Комментарийге Әлімжан Красавчик дегенде комментарий жоқ, ол шын, мен барды бар, жоқты жоқ қып айтам ғой, негізі ұтты. Енді жігіттер өте ашулы, одан қалса Рюдигер ойнамайды келесі ойында, Беллингемдікін енді қарастырып жатыр, жаңа апелляция береміз деп жатыр ғой. Ол жігіттерді бұл Чемпиондар лигасының ойынына салады. Яғни, егерде судейский комитет апелляцияны қабыл алмаса, олар Ла Лигада ойнамайды. Оны ойнатпай не істейсің, Лига чемпионға барынша саласың. Сол үшін мен бұл жерде Реалда... Беллингем былайда шығады ғой. Беллингем былайда шығады негізінде. Реал сенімді түрде жеңеді деп ойлап отырмын, себебі бірінші ойында да көрдік, және бұл жақта Сантьяго Бернабеуде кез келген команда Сантьяго Бернабеуге тізесіздірілдейді. Оны біз білеміз. Өз сондай стадиондар аз ғой, Энфилд, Олд Траффорд, Сантьяго Бернабеу, сосын енді қазір Этихад қосылып жатыр ғой. Жоқ, бұрыннан енді келе жатқан сондай стадиондар ше. Сол үшін мен бұл жерде бәсім енді қазір анау Метрополитано да қосылды, Атлетико Мадридтің стадионы. Неге? Ла Лигада домашний матчтар бойынша бірінші орында. Иә, Ла Лигада ғой енді ол. Онда Сан-Сироны айта кетейік. Интерде ше. Менің бәсім жалпы Реал -1 форасымен жеңеді. Мәссаған. Яғни 2 доп айырмашылығымен атады. Бірақ Реал Мадридке тең нәтижеде жеткілікті ғой. Реал Мадридке тең нәтиже жеткілікті, бірақ айтып жатырмын ғой, басында жігіттер ашулы және Реал бір андай тең нәтижеге ойнап, бір гол соғып, болды, осы бізге жетеді, андай қылып жүрек дейтін команда емес та. Бірақ бірінші ойында естеріңізде болса, 0-1 есебімен аяқталды. Ол кезде де төрешілердің скандалы болды, кішігірім. Басында Лейпциг соғып кетті, оны есепке алмай қалды дегендей мәселелер болды. Бірақ сол ойында негізі ойлағам, Реал Мадрид жүріп өтеді. Лейпциг деген ол Бундеслиганың қаншасыншы 4-ші командасы ма, сондай ғой. Қасырат мықты емес, шыны керек Бундеслигада. Бірақ кәдімгідей қарсыластық танытты. Реал Мадрид бірінші таймда мықтырақ болды ғой. Мықты емес, ойында көреді. Бұл жерде тағы бір андай да, Лейпциг қандай тактиканы қолданады. Егерде олар бірден шабуылға шығып, сол бір доп айырмашылығын тез гол соғып теңестіріп аламыз десе, онда ол мүмкін қателігі де болуы мүмкін. Себебі біз білеміз, Винисиус пен Родриго кез келген қарымта шабуылды қалай шығып кетеді. Артынан кросс бар, қиып тұрып пас беретін, Модрич бар, Беллингемде тұрған кезде бір-ақ пас болды, сен уже бірге бір кетіп баратсың қақпашымен. Сол үшін де білмеймін, мен бұл жерде Реалға сенем, фора -1. 1.89 беріп берген. 1.89 дейді. Тамаша, негізі жақсы коэффициенттер екен. Әдемі. Осы жерде мен де қосыла салайын. Өйткені мен де бәсім Реал ұтады деп алдым. Мен бүгін қатты тәуекелге бармаймын. Сол үшін -1 фора деген маған керек жоқ.
ұтқанның өзіне тәп-тәуір коэффициент беріп отыр екен, 1,6. Сол үшін жаңағы Әлімжанның айтқан толықтай аргументтермен келсем. Сосын тағы қосып кететін мәселе, негізі осы Лейпциг Реал сияқты командаларға қарсы өте қиын ойнайды. Жаңағы Винисиус, Родриго сияқты контр шабуылдармен кәдімгідей наказывать етіп жүретін командаларға қарсы өте қиын оларға. Жалпы қазір бабында деп айтсақ болады, өйткені соңғы турда Бохумды 4-1 ойсырай өтті сырт алаңда, бірақ топ ойындарда осы маусымда Лейпциг міндетті түрде ұтылып жүр. Даже Бавариямен болған ойына бірінші таймда белсенді ойнамаса да, екінші таймда жақсы ойнап, соның өзінде Бавария ұтылып қалды, кейін дубль жасап ұтып кеткені болып тұр. Сол Лейпциг 4-ші орында келе жатып, қазір 5-ші орынға түсіп қалып, бір ұпай Дортмундтың Боруссиясынан қалып отыр. Сол үшін мен ойлаймын, енді Реалға қарсы шанс аздау. Әйтеуір Реал өз алаңында ұтады. Шамалас екен. Енді 8-1 финалда Реал ұшып кетеді дегенге қиын. Бірақ бұл жерде тең нәтиже бәрін құртайын деп тұр. Өте нашар тең нәтиже құртайын деп тұр. Бірақ бұл жерде ашық футбол болады. Менің ойымша РБ Лейпциг мақұл, бірінші таймда мүмкін сәл қорғансызды ойлап ойнайтын шығар. Бірақ бәрібір де екінші таймға қарай бәрібір де терет нечего ғой. Соңғы ойын соңғы Бавариямен болған ойын сияқты болды. Бірінші таймда Лейпциг жабылып не істеп жүрді, екінші таймда Бавария гол соғылғаннан кейін олар тәуекелге бара бастап, ашылып гол соғып, кәдімгідей белсенді болған, бірақ соңында әйтеуір ұтылып қалды. Реалмен де бірінші ойында сен айтады, тәп-тәуір ойнады, бірақ әйтеуір гол жіберіп алып, содан кейін ештеңке істей алмай қалды. Ол кезде де Реал Мадрид Ла Лигадағы ойыннан шаршап келіп, қиналып ойнап еді. Негізі ал бұл жолы енді аса маңызды ойын өз алаңында, және андай бәс болды менде, екінші таймда көбірек гол соғады деген. Бірақ Реал Мадридті білеміз, бірінші таймда мүмкіндіктер болса, тоқ соғып, екінші таймда жай өздері ойынның алғашқы 15 минутында бір гол жіберіп алды да, бір шапалақ алып дальше кетеді. Дальше кетеді. Бірінші камбэкке. Мен ойымша бір 3-4 гол болатын сияқты кездесуде, және тотал 3-тен көп деп қойып отырмын. 1.77 коэффициент, ашық футбол болады. Сантьяго Бернабеуде Реал Мадрид қанша гол соқса да мен ойымша болдым тойдым демей соңына дейін баратын секілді. 1.77 коэффициент тамаша. Әдемі. Сонда анау бірінші ойында кірмеген голдардың бәрі осы ойында. Мен сол ойында қозған кеп тұр. 0-1 есебімен аяқталды бұл кездесу. Және сол ойында XG сол бәрін қосқанда бір шамамен 3 болған еді. Бірақ бұл жолда сондай XG болады. Бұл жерде енді сұрақ жалпы футболшылар, шабуылшылар өз мүмкіндіктерін қолдана ма деген ғана сұрақ туындап тұр. Менің ойымша қолданып кететін секілді, өйткені жалпы белсенді ойын болады. Айтпақшы, Apple Watch көрдіңдер ме? Құтты болсын. Бексұлтан туған күніне. Әлеке сыйлыққа берді. Әлеке сыйлады Apple Watch. Рахмет. Мелочно приятно деп қояды ғой, короче. Қанша болды сағат? Мелочь деп. Жақсы мелочь екен деп. Әзіл. Жақсы мелочь екен. Сәли тағы отырмын осы жерде. Дұрыс. Рахмет, жігіттер, барлықтарыңызға рахмет, Әлекеге де. Және келесі ойынға өтейік. Келесі бізде Реал Сосьедад ПСЖ және Бавария Лацио ойындар. Әдемі. Жігіттер, видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, және осы Чемпиондар Лигасының ойындарына болжам жасауларыңыз келсе, PRXBet компаниясын ұсынамын. Сілтеме төменде, сол сілтеме арқылы өтіп, 1x дода промокодымен тіркелсеңіздер, сіздерге бірінші эпизодқа үлкен бонус береді. Сәттілік сілтеме арқылы міндетті түрде өту керек, ал біз өзіміздің видеомызды жалғастырамыз. Сонымен екінші матч, тағы да Испания командасы матч өткізеді. Реал Сосьедад Сан-Себастьянда Париждің ПСЖ-сын қабылдайды. Аса қызықты ойын біздің назарымызда болады, міндетті түрде оны көреміз. Және бұл ойын туралы әуелі Әлеке өзіңіз бастаңыз. Мен бастасам, бұл жерде енді білеміз, бірінші ойында ПСЖ 2-0 деген есеппен сенімді түрде жеңді өз алаңында. Енді көптеген осы букмекерлік кеңселер ПСЖ-ның жеңісіне де көп беріп тұр, негізі 2-ден аса беріп тұр. Бұл жерде енді көбінесе шабуылға ойнамайды деп айтқан шығар, мүмкін қорғанысқа қарайды дегендей. Бірақ бір мәселе, жалпы Луис Энрике қазір барлығымыз білеміз, Францияның чемпионатында Мбаппені дұрыс ойнатып жүрген жоқ. Яғни қосалқы құрамда шығады, отырады 70-ші минутта, 60-ші минутта немесе бірінші таймның шыққан өзінде екінші таймда алып тастайды. Және ол өзінің сөзімен былай түсіндіріп жатыр. Біз
Мбаппе кететінін білеміз, және келесі маусымға Мбаппесіз ойнауға үйрену керекпіз. Яғни Луис Энрике түсініп тұр, Лига 1-ді Мбаппесіз ақ ұта алатынын. Ұтып қойды ғой. Иә, сөздің шыны керек. Бірақ енді Луис Энрике қанша жерден Мбаппесіз ойнауға үйренгенмен бұл Чемпиондар Лигасының құны тым жоғары. Бұл Чемпиондар Лигасына Мбаппе сен отыра бер, біз келесі маусым сенсіз ойнауымыз керек деп ол жасамайды. 2-0 есебімен ұтып қойдық. Иә, ол мүлдем олай жасамайды. Егер де ол жасаса, білмеймін, мен Луис Энрикенің жанкүйерлерінен кешірім сұраймын, бар болса ондайлар сәл ақымақтау жігіт екен шығар деп ойлаймын. Себебі сенің қолыңда сондай козыр тұрған кезде сен қанша жерден ол есеп жасап қойсаң да ондай ойыншы ойнау керек. Және соған келетін болсақ, жалпы Реал Сосьедадтың ойынына да келетін болсақ, қазір маусымның бірінші бөлігін жақсы өткізді және соңғы 7 ойында Реал Сосьедад гол жіберіп жүр екен. Оның 4-еуінде біреуден көп жіберген. Яғни бұл жерде менің жаңағы бәрін айтатын болсақ, мүмкін Реал Сосьедад шабуылға шығуы мүмкін. ПСЖ екінші номермен ойнауы мүмкін. Бірақ біз білеміз Мбаппенің қандай жылдам ойыншы екенін. Одан қалса бұл ойынның бас бапкері Майкл Оливер. Майкл Оливер ол сказочный персонаж дейді ғой. Мен үшін сондай бапкер жоқ жерден пенальти тауып алады, немесе айқын пенальтиді қоймайтын жан. Мбаппенің бір айвалаңда жылдамдығымен бірден жасап қорғаушылар ойнай алмай жатса, пенальти де болып қалуы мүмкін. Бірақ пенальтида деп қойып отыр. Жоқ, менің бәсім ПСЖ жай ғана бірден бір гол соғады, бірден жоғары ғой. Бұған 1.65 беріп тұр екен. Яғни жоқ дегенде возврат, сол өткенде жеңімпаздық схема ғой. Ешше 2 возврат, 1 победа. Менің болжамымда саған кішкене ұқсас екен. ПСЖ-ның гол соғатына сеніп отырмын. Дегенмен ПСЖ екінші таймда менің ойымша гол соғатын секілді 1.83 коэффициент, өте зор коэффициент. Реал Сосьедад, өткен ойында алғашқы таймда Сосьедад жақсы бастады, бірақ біз байқап отырмыз, Сосьедад екінші таймға жетпей жатыр. Кеше Манчестер Юнайтедте сондай болды, негізі ше. Ар жақта қосалып құрамы қарайсың, Эмеудің. Школьник тұр ғой жақта. Кім? Амрабат бар. Сосын кеше ғана мектептерге де. Омари Форсан деген. Жоқ. Үлкен Форсан Камвала деген. Ол үлкендерден ба? Үлкендерден айтып жатыр. Амрабат, Эриксон. Енді қазір көбісі травма алып қалған. Жарақатта жүр. Солар ғана бар да. Ал былай өкінішке орай Манчестер Юнайтед сол үшін сол сияқты Реал Сосьедадта күші жетпей қалған сияқты. ПСЖ-ға қарсы ойында да көрдік. Бірінші тайм өте мықты ойнады, кәдімгідей прессинг жасап, жалпы терезесі тең ойнады. Кейбір кезде Сосьедадтың да бәс жоғары болып, мысалы, басымдық көрсетті. Дегенмен екінші таймда ПСЖ өзінің дегенін істеді. 2 гол соғып, бұл жерде енді қауіпсіз есеп сақтап тұр. Сонымен бәсің қандай? Сонымен екінші таймда ПСЖ гол соғады. 1.83 беріп тұр екен. Тамаша. Бірінші таймда менде сол сияқты. Бірінші таймда бұл ойында сәл аздау гол болатын сияқты. Екінші таймға күтіп отырмын негізі барлық нәтижені. Ал енді Дидар, сен Бавария Лацио ойын айтасың ба? Мен кішкене жаңа Реал Сосьедад ПСЖ туралы да айтып кетейін. Мен осы ойынға қойсам, екеуі де гол соғады дегенге қоятын. Бір жағынан сендермен де келісіп тұрмын, бірақ өз алаңында Реал Сосьедад енді бір ерекше мотивациямен шығып, осы Чемпиондар Лигасында өзін көрсетіп қалу керек. Өйткені қазір сол кризисный полоса болып жатыр ғой. 9 ойыннан біреуін ғана ұтқан. Соның өзінде кубоктан да ұшып кетті. Чемпионатта да жағдайы қазір нашар болып отыр. Сол үшін кішкене әйтеуір ары 8-ден 1 финалдан ары өтпесе де громко хлопнуть дверью деген бар. ПСЖ-ның қақпасына бір гол соғып алайық. Ла Лигада жолдар болмай жатыр. Иә, сондай ой болып қалу еді менде негізі. Бірақ мен бұл ойынды таңдаған жоқпын, өйткені мен үшін ерекше бәс бар. Осы турда бұл Бавария Лацио ойыны. Бұл жерде мен ойлаймын, сол Томас Тухельдің командасы намысын көрсететін сияқты. Болды. Альянс Аренада. Альянс Аренада соңғы кездері енді көптеген әңгімелер болып жатыр. Тухель кетемді деп айтты. Чемоданын алып келіп отырып жүргізді. Чемоданын алып келіп отырып жүргізді. Бірақ алюминий чемодан әкеліп отырып алып жүргізді. Сол ақпарат шыққаннан кейін жаңағы Бохумға ұтылып қалды да. Бохумға ұтылғаннан кейін кішкене бір встряска болған сияқты. Өйткені Лейпцигпен маңызды ойын ұтты. Кеше Фрайбургпен болған ойында да белсенді ойнады, бірақ нәтиже ұпай жетпей қалды. Қазір Бундеслигада болды оларда уже 10 ұпай. Байер жету қиын. Чемпион дей берсек те болады. Байерді чемпион дей берсек те болады. 90% Байер ұтады деп айтса болады.
Ал кімге Баварияға әйтеуір маусымда трофей керек. Қазір ең маңыздысы сол чемпиондар лигасы болып тұр. Сол үшін бәрін салады. Сырт алаңда Лациоға 1-0 ұтылды. Бірақ ол результат андай сіздерді заблуждение вводить етпесін. Өйткені өз алаңда Бавария ол Бавария. Ойсырай ұтады деп ойлаймын. Бәрі де Бавария сырт алаңда нашар ойнап жүр, бірақ Фрайбургқа қарсы ойынды мен жүргіздім. Негізі Бавария толыққанды ойынды өз қолында ұстады. Бірнеше гол соғу керек еді. Тек қана несі қорғанысы нашарлау болып тұр ғой. Қорғаныс Делихт дисквалификациясына байланысты 5 сары қағаздаған Делихт. Сол үшін Дайер мен Кимминже шықты. Енді келесі ойынға мен ойымша Дайер мен Делихт шығады. Кимминже де қазір бабында емес, өйткені Азия кубогында да көрдік. Негізі осы маусым корейлікке кәдімгідей нашар болып тұр. Бірақ шабуылы мықты деп ойлаймын. Енді Саненің жаңағы жарақаты болмағанда одан да перспективалар көп болатын еді. Бірақ енді 1-0 жеңіліп жатыр Лациодан. Енді бәрі тәуекелге бару керек. Тәуекелге бару керек. Әйтпесе анау Фрайбургты 2-1 есебімен жеңіп жатқан кезде анау Упамеканоны шығарып оң қаптала қорғаушы. 5 қорғаушымен ойнады десек болады. Жалпы сәл енді өзіне сенімсіз бапкер сияқты Тухель енді нәтиже үшін всегда сөйтеді ғой, нәтиже үшін не істеп кетеді. Бірақ мына ойында мен ойлаймын Бавария толықтай бірінші таймда мәселені шешіп қоятын сияқты. Бірінші таймның өзінде пытырлатып тастайды деп ойлаймын. Бірақ мен өйтіп қатты тәуекелге барған жоқ. Мен де Бавария 2,5 гол көп деп қойып отырмын. Онына бірақ саны жоқ. Саны жоқ, бірақ ойнайтын футболшылар жеткілікті ғой. Сол тәжірибелі кім Мюллерлер бар, Харри Кейнге мен қатты сенемін. Тель де жақсы ойнап жатыр. Тель жақсы ойнайды, Жамал Мусиала бар дегендей. Жетеді ғой, футболшылар жетеді. Таңдау бар Баварияда әйтеуір. Сол үшін бұл ойында Бавария осы ойында кемінде 3 гол соғады деп ойлаймын. 2,5 больше деген. Қанша берген? 2,16 коэффициент. Мен ойымша да осы Сити Эмю ойынына ұқсас матч болып қалуы мүмкін. Примерно. Бірақ мен наоборот ойлаймын, бірінші таймда Бавария 3-0 ұтып тастайды, сосын бұл. Холланд емес, кейін соқып тастайды деп ойлайсың ғой. Тамаша. Енді жалпы екінші бәстеріміз жасадық. Енді келесі ойындарға өтейік. Сонымен біз өзіміздің 3-ші болжамдарымызға келдік. Дидар, өзің баста. Қай ойын? Мен Бенфика Рейнджерс ойынын таңдадым Еуропа лигасында. Негізі менде бір осы бәсте бірандай ұстаным бар да, Еврокубоктарға көп үміт артатын командаларға қойып жатырмын. Бенфика өз алаңында ұтып кетеді деп ойлаймын. Бенфика енді Рейнджерстен мықтырақ команда, оны бәріміз мойындаймыз. Бірақ соңғы кездері Бенфика чемпионатта да жаңа Портуға маңызды ойын ұтылды. 5-0 ойсырай ұтылып қалды. Сырт алаң ол жерде Атамендидің алаңнан қуылғаны болған. Сосын оның алдында Спортингпен кубоктық ойында ұтылып қалды. Жартылай финалда сол өз жаңа ішкі біріншіліктерде бәр жағынан Бенфика бітіп отырды. Сол үшін Еуропа лигасы кәдімгідей маңызды турнир, маңызды ерекше болып тұр. Олар бәрін салады деп ойлаймын. Өйткені құрам мықты, бапкер де алдыңғы маусымда чемпиондар лигасының 4-1 финалына жеткен команда ғой. Осы маусымда қатты бір Энсо кеткеннен басқа қатты өзгерістер де болған жоқ. Ди Мария келді. Нәтиже күттім мен осы Бенфикадан, бірақ болмады. Енді орталықта сол қиыншылықтар бар, бірақ Рейнджерс сияқты командаларды мен ойлаймын өз алаңында Бенфика вообще чувствовать етпейді. Сол үшін Бенфикаға сенімді түрде победа деп қойып отыр. Қанша береді? Бенфиканың несіне кәдімгідей 1,63 коэффициент беріп отыр. Портуда жеңілгеннен кейін сәл көтеріп берген шығар. Сол көтеріп берді. Оның алдында 1,45 болып тұрғанда негізі. Мен де жалғастырайын онда. Менде де Еуропа лигасы. Бірақ менде басқа ойын Милан Славия Прага деген ойын. Бұл жерде енді жалпы қарайтын болсақ, Милан, жаңағы Дидардың айтқан сөзіне қосыламын, серияда жағдай енді чемпиондыққа таласуға қатты бір
қиындау ғой енді сөзін шықты керек. Үшінші орынға, Себебі Интер қатты кетіп қалды. Бастысы сол Чемпиондар Лигасының аймағында қалып қойса, келесі жылға жаңа жолдама беретін. Сол болып тұр. Бірақ ақшалай жағынан біз білеміз, италиялық футбол клубтарда көптеген мәселелер бар. Өмір бақи ақша жетпейді. Ал Еуропа Лигасының әрбір жеңісі, әрбір келесі кезеңге өту, ол саған жоқ дегенде 2-3 миллион бонус береді. Және қарайтын болсақ, жалпы Милан үйде ойнаған кезде Ньюкасл сияқты, Лацио, ПСЖ болсын, Наполи, Рома, бүкіл топ клубтарға қарсы үйде ұтылмайды. Ұтылған тек қана Боруссияға ұтылыпты үйде, және Ювентусқа ұтылған екен. Және қарап көрсем, мен Славия Прага сөзсіз Чехия чемпионатында 2-ші орында келе жатыр. Топ кезеңге бір жермен шықты. Иә, топ клубтарының бірі, бірақ Миланға жете алатын клуб деп ойлай алмаймын. Себебі Милан жалпы менің Челсиден кейінгі енді жақсы көретін клубым. Былай ойындарын қарап тұрам. Көптеген жақсы ойыншылар бар, жас ойыншылар да бар. Ляо болсын, жас ойыншылар мен мықты ойыншылардың, тәжірибелі ойыншылардың синтезі да, Жиру бар ішінде мысалға дегендей. Және өткенгі турды қарасақ та Реал деп Милан үйде Ренді 3-0 есебімен ұтып алды да, қонақта эконом режиммен ойнады. Керек голдарын соқты, 3-2 ұтылды, бірақ келесі кезеңге шықты. Сол үшін мен бұл жерде көп ойланбай, тура Дидар сияқты ештеңке ойлап таппай, велосипед. Тек қана Миланның победасын алдым, 1.55 деген коэффициент берген. Негізі сол Еуропа Лигасын сондай нелер, верняктар көп. Сен Славия Праганы айтып отырсың ғой, Спарта Прага деген бар. Бірінші орында тұрған Чехия чемпионы, олар Ливерпульмен кездеседі екен. Ливерпуль қонақта. Сол жерде вообще әдемі кіф 1-9. Бірақ кішкене күмәндану, ана клубта андай бар ғой. Қазір жас балалармен мен де соны көрдім де, сосын Ливерпуль не істейін, бірақ заманчивый. Еще Ливерпульда болып тұр ғой, чемпионствоға таласып бір да, нақты жертвовать ете салу мүмкін ше. Сол үшін мен Милан таңдадым. Сендер қорқып Еуропа Лигасын таңдаған екенсіңдер. Мен Чемпиондар Лигасын таңдаған. Онда ана кубокты өзің алдыңа қойып ал. Онда Еуропа Лигасын көбірек айтпын деді. Сендерге керек емес бұл. Мен сол Бавария Лацио ойынына болжам жасай салдым. Бұл жерде Бавария Лацио сен жоғарыда айттың ғой. Бірінші таймда Бавария 3-4 гол соғып тастайды деп. Иә. Ол матч тағдырын шешіп тастайды деп айттың. Және соған ұқсас бәс болып тұр. Яғни бірінші таймда жалпы тотал бірден көп. Жалпы толтыл. Баварияның тотал емес, жалпы тотал. Әйтеуір көп нәрсе бірінші таймда болады деген. Бавария енді ашулы, бірден бас салады. Лацио жақта негізі Манчестер Юнайтед, Решфорд сияқты қарымта шабуылдан ұстап мүмкін негізі. Ұстап алу мүмкін. Әйтеуір голдар болады дегенге сенеміз, өйткені бірінші ойында 1-0 деген нәтиже, ол жерде Баварияның жаман ойыны болды, оны ойнау керек. Лацио 2 гол соғу керек еді негізі деп айтасың, бірақ енді бұл болжамға 1.56 коэффициент, жалпы менде 50.529 теңге шығып тұр. 529. Иә. Менде 483 шығып берген. 48.000 қанша? 339. Қайтады мен бәрінен көп болып тәуекелге бармайым деп келген адам. Бәрібір ең көп болып тұр. Менде 56.570. Оқыш жасыл. Реал ұтады. Реал ұтады, Бенфика ұтады, және Бавария 2,5 голды. 3 гол соғады Бавария. 3 гол соғады. Мен оқысам, менде Реал с Форой -1, Форас мен Парис Сен-Жермен жеке тоталы бірден көп, және Милан победа. Қанша базар? 2 базарт болуы мүмкін. 2 базарт болуы мүмкін қайтадан. Менде де сондай соған ұқсас жағдай. Реал Мадрид RB Лейпциг бұл жерде тотал 3-тен көп. Сосын ПСЖ 2-ші таймда гол соғады, және Бавария Лацио ойынында бірінші таймда тотал 1-ден көп, яғни бірінші таймда 2 гол болады деп күтіп отырмын. Енді біздің болжамдар осындай, құрметті көрермен. Дидар Есенов, Әлімжан Тасболатұлы. Қолдау көрсетші, шол отайыншы. Комментарийді қолдау озып отыр, иә? Қолдау озып отыр. Ал Әлімжан, рахмет саған. Победоносный. Айтпа. Бізді жалпы жеңіс сериясын бастады. Біз 3 видео жеңдік қатарынан. Сосын міне 3 видео сәтсіз сериясы. Енді келесі кезек 3 үшеумізде отып кетсек керемет болады. Сонымен, құрметті көрермен, біз видеомызды аяқтаймыз. Бізге сәттілік. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз сау болыңыздар. Кездескенше. Жақсы. Көресіз.